Қашықтық сабақтан кейін оқушылармен кері байланыс орнату жолдары. Кері байланыс дегеніміз өз ісімізге анық есеп беру. Оқушы мен мұғалім кері байланысты электронды жүйелері арқылы орнатады. Күнделік KZ, Classroom, WhatsApp, ВКонтакте желісінде. Құрметті әріптестер, мен қазір сіздерге электронды Classroom жүйесінде оқушылармен қалай кері байланыс орнату керектігін көрсетемін. Сыныпты таңдаймыз, оқушыларға тапсырма берілген, Кенжекенова Лаура тапсырмасы бар, енді кері байланыс орнатамыз. 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы тақырыбына жақсы талдау жасапсың. Мен сенімен мақтанамын. Лаураға кері байланысты жібердік, Лаура қабылдады. Тура сондай оп-оңай кері байланысты WhatsApp желісінде де орнатуға болады. Сыныпты таңдаймыз. 7 А сыныбы. Оқушыны таңдаймыз. Жансая. Жансаяға кешегі тапсырма бойынша біз кері байланысты береміз. 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы тақырыбына жасаған свод талдауың керемет. Кері байланыс біздің жұмысымызды жақсартудың тиімді жолы. Кері байланыста мынандай ережелерді ұстанған дұрыс. Әрқашанда позитивті болу, ынталандыруға ұмтылу, сыпайы болу, оқушымен өзіңді тең ұстау, бағалаушы болмау, сәттілікке бағыттау. Назарларыңызға рахмет.